және біздің ашық сабағымызды бастаймыз. Бастамас бұрын ең алдымен балалар, наурыз айы бізде қандай ай еді? Құндылыққа тоқталайықшы біз. Және оған жылы айы еді. Балалар, бізде апта дәйек сөздері бар, апта сайын тоқталып отыратын. Осы аптаның дәйек сөзіне тоқталайық. Бізде қандай дәйек сөз? Патриотизм, ата-ананы құрметтей білуі. Бұл бізде Бауыржан Момышұлы атамыздың айтылған құнды сөзі. Ал ата-ананы құрметтеу дегенді қалай түсінесіңдер? Сыйлаймыз, құрметтейміз сосын? Жақсы. Біздің осылай жүруіміз кімнің арқасында? Ата-аналарымыздың арқасында, иә? Апайымызбен алғаш амандасып аламыз. Жарқырасын күніміз, жайнап тұрсын гүліміз. Жақсы ниетпен бастайық сабақ бүгін біз. Қандай тақырыпты өттік біз? Қандай тапсырма бердік? Біз табиғат ресурстар, оның ішінде пайдалы қазбалар деген үлкен тақырыпты бастадық, иә, өткен сабақта. Ал пайдалы қазбалар туралы үйде оқып дайындалып келген оқушы бар ма бүгін сабаққа? Кім дайын оқу пайдалы қазбаларға? Кім дайын? Нұрасыл, айта қойшы пайдалы қазбалар туралы. Пайдалы қазба дегеніміз ол бізде жердің астында теңіздер мен көлдердің сулары тартылған кезінде өндіріледі. Біз оны ашық әдіс деп атаймыз. Бізде жер бетінде Жақсы, Алина жалғастыра ғой. Жер бетінде, жер астында, судың ішінде де тіпті болады. Бәрі тағда басқалар жатады. Бізде 3 әдіс бар. Олар, мысалға, бізде бір әдісіміз бар. Ол экскаватормен қазылып шыққаннан кейін үлкен ойыстар карьерлермен түзіледі. Экскаваторға керемет, жарайсың. Талантыңа тәнтімін сенің, Алина. Дария айта ғой. Терең қойнауында жатқан қазық алу үшін шахта жасалады. Шахта жабық әдіс болып саналады. Шахтаны біз өндірілген кенді экскаватормен жер бетіне шығарылады. Ал мұнайды біз жер астынан қазып алу үшін қазып аламыз. Бізде оған бұрғылау әдісімен алынады. Бұрғылау әдісімен көптеген нәрселерді алынады. Жақсы, жарайсың, керемет. Балалар, жалпы пайдалы қазбалардың не екенін түсіндік па біз? Ұнады ма пайдалы қазбалар тақырыбы? Жақсы, жарайсыңдар балалар. Ендеше пайдалы қазбалардың не екенін түсінген болсақ, біз өткен сабақты пысықтау мақсатында мен алтын сандықтарды алып келдім. Ал балалар, мұнда алтын сандықтарымыз берілген. Алтын сандықтың ішінен кім шығады? Мен оқушыны шығарайыншы. Келші Нұрсұлтан, бір сандықты таңдай қой. Қалаған сандығымды таңдай қой. Үстіне бір басамыз, иә? Бұрғылау әдісі қалай жүзеге асырылады? Бұрғылау әдісі қалай жүзеге асырылады? Мұнай жер қыртысында қорғалжың кейде кездеседі. Оны бұрғылау әдісімен алынады. Ол үшін мұнай шоғырланған жерді үлкен бұрғымен тесіп, сорғышпен мұнайды тартады. Жақсы, керемет. Жарайсың, отыра ғой. Келесі бізде келе ғой Аяла. Қай сандықты таңдағым келеді? Жақсы, 8-ші сандық. Пайдалы, оқи ғой? Пайдалы қазбалар қайда болады? Пайдалы қазбалар қайда болады? Адамның өмір сүруі мен шаруашылық қызметінде пайдаланылатын табиғат ресурстары. Табиғат ресурстарына пайдалы қазбалар жатады. Жер, топырақ, жануарлар, өсімдіктер жатады. Жарайсың, керемет. Келе ғой, тағы
Айсұлтан келші, қай сандықты таңдаған келеді? Карьер дегенimiz не? Ya, kariyer degенimiz не? Карьер ол үлкен экскаватормен қазылған үлкен ойыстарды карьер деп айтамыз. Жарайсың. Отыра ғой. Келесі кім шығады? Кім бар бізде? Кім шықпады? Нұриман келші. Қай сандықты таңдаған келеді? Бір рет қой. Пайдалы қазбаларға қандай ресурстар жатады? Пайдалы қазбалар жер үстінде де, жер астында да, тіпті су ішінде де болады. Оларға гипс, бор, гранит, әктас деген сияқты ресурстар жатады. Жарайсың. Керемет. Келе ғой Ердәулет. Қай сандықты таңдаған келеді? Ақырын. Абайлаймыз. Ya. Basамыз. Жер қысына қазым алынатын адам қажетіне табиғи ресурсына жатады. Табиғи ресурсы су, жер астында да, тіпті су үстінде де болады. Келесі бізде тағы бар ма сандықтарымыз қалған? Кел Амина, келе ғой. Қай сандықты таңдаймыз? Ашылмаған сандықты таңдайды. Я, баса ғой. Ашық әдіс және жабық әдістің айырмашылығы мен ұқсастығын айтып көрші. Я, ашық әдіс пен жабық әдістің ұқсастығы қандай? Ашық әдісі ол Ya. Кім көмектеседі Аминаға? Ашық әдіс пен жабық әдіс туралы Айсұлтан көмектесе қойшы. Ашық әдіске карьер жатады. Өйткені Я, неге? несі карьер ол жер бетінде өндіріледі. Ал жабық әдіске шақты жатады. неге шақты жатады? Өйткені ол жер қойнауындағы астында өндіріледі. Жақсы, керемет, отыра қойды. Ұқсастығы екеуі пайдалы қазбаларды өндіреді. Супер, вообще, Айсұлтан, молодец. Так, балалар, біз барлық сандықтарды аштық қой деймін, я? Мен бағалау критериймен қастырып өтейін. Балалар, бүгінгі сабаққа белсенді қатысқан оқушыларға осындай ұлттық құндылығымыз оюларды тарқатып отырамыз. Белсенді отырамыз, еркін отырамыз. Мұғалімдерді күніге көріп жүрміз, я? Осы белсенді оқушыларға таратып отырамын. Оюларды сабақ соңында қанша ою жинаймыз, осы балды мен журналға, электронды күнделік журналына қойып беремін. Түсіндіре алдым ба? Жақсы, жарайсыңдар балалар. Ал ендеше балалар, жаңа тақырыбымызды бастайық. Пайдалы қазбалар қайда болады? Табиғат ресурстарына тоқталайықшы бірінші балалар. Біз табиғат ресурстарына өтіп келе жатырмыз. Жердің қабықтарын атап көрейікші, жердің қабықтарын. Қандай қабықтар? Атмосфера қандай қабық? Ауа қабығы, я? Биосфера. Ол қандай қабық? Жер қабығы, я? Ал балалар, пайдалы қазбалардың қандай түрлерін білесіңдер? Пайдалы қазбалардың Гипс, көмір, бор, тағы ал қымбат бағалы заттарды білеміз ба? Ол қандай заттар? Алтын, сайтасын, я? Алмаз, я? Жақсы. Ол да жатады пайдалы қазбалар. Балалар, пайдалы қазбалар пайда болады. Видеоролик көрсеткім келеді. Қараймыз, я? Суы және электр қуаты бар заманауи үйлер, жайлы автомобильдер, корабльдер, компьютерлер мен телефондар. Бұларсыз біз әлемді елестете алмас едік. Бізде осы игіліктердің болғандығы үшін пайдалы қазбаларға борыштармыз. Сонымен ол не? Оларды неге пайдалы деп атайды және пайдалы екендігін қалай анықтайды? Пайдалы қазбалар адамдар жер қабатынан алатын нәрселер, яғни құрылыста, металлургияда, медицинада және басқа да жоғары технологияларда пайдалануға мүмкіндік беретін құнды қасиеттері бар химиялық заттар немесе қосылыстар. Жер қойнауынан қанша пайдалы нәрсе табуға болатындығына адамдар бағасыз
замандарда мән берген. Мысалымыз адамға тас берілген тас. Одан әртүрлі пішіндер, әшекейлер, үй заттарын жасаған. Ал ертедегі мысырлықтар слюда кен орнын табу үшін біздің эрамызға дейінгі 2600 жылдары экспедициялар жасақтаған болады. Ежелгі гректерде біздің эрамызға дейінгі 1400 жылдары көміс шығаратын шахталар болған. Пайдалы қазбалар қандай болады? Біріншіден олар шығатын жері бойынша бөлінеді. Біріншісі ол магмалық. Олар вулкандық магмадан пайда болған жер қабатындағы жарықтар бойынша қойнаудан беткі қабатқа көтеріліп қатады да әртүрлі кенге айналады. Пайдалы қазбалардың екінші тобы шөгінділер. Олардың пайда болуы жердегі тіршілікпен тікелей байланысты. Олар тірі ағзалар мен өсімдіктер шіріуінің нәтижесі болып табылады. Заттар миллиондаған жылдар қатты жыныстардың астында жинақталып, шөгіндіге айналады. Мәселен, мұнай солай пайда болады. Ертедегі тірі ағзалар мен өсімдіктердің қалдықтары бір-бірінен қатпарланып, сосын жоғары температураның және қысымның әсерімен сұйық күйге айналады. Мұнай кен орны осылай пайда болады. Кей жоғары температура мен әртүрлі химикаттармен әсер етеді. Пайдалы қазбалар Қазақстанның негізгі байлықтарының бірі. Әлем бойынша республика табиғи ресурстар қорлары жағынан 6-шы орында, ал мырыш, вольфрам кен орындары жағынан әлемде 1-ші орында. 2-ші орын күміс және қорғасын қоры бойынша, 3-ші орында жез. Қазақстанда мұнай қоры орасан, еліміз мұнай табиғи ресурстары бар 15 ірі елдің қатарына кіреді. Республикада әртүрлі қазбалардың кен орындары табылып отыр. Бірақ әлі зерттелген жоқ. Олар табиғи сейфтерде сақтаулы. Болашақта олардың Қазақстанды да, өзге елдерді де пайдалы қазбалармен қамтамасыз етері сөзсіз. Жақсы. Ал балалар, пайдалы қазбалардың жер қыртысында пайда болатындығы туралы біз видеодан білдік, иә? Белгі береміз, иә? Дұрыс. Жақсы. Дария, жылдамдатамыз. Ол жабыстыра бер, тез. Оны міндетті түрде жасау керек емес. Аха, я. Бір ғана жақсаңдар жетеді. Я, дайын болған топ бар ма бізде? Қай топ дайын болды? Я, керемет. Қандай пайдалы қазба тұрғызды бізге? Келеміз. Жылдан 1-2 оқушы алып шығамыз. Келе ғой, тез уақыт үнемдейік, иә? Отырамыз қалғанда. Алып шыға ғой, кел. Рамазан. Я. Айнұр айта қойшы, қандай пайдалы қазба тұрғызды? Қалай пайда болады? Бізде ежелгі теңіздер түзіледі. Бізде ежелгі теңіздер мен көлдерден олар тартылғанда бізде буланады. Күннің ыстығынан теңіздер мен көлдер буланғаннан кейін олар тартылады. Ал тұз болса олардың астында бір-бірімен қалыптасады. Содан кейін барып олар грамм-граммен оның үстіне шыға бастайды. Сөйтіп барып олардың барлығы өздері болып қалыптасып, тұздың кәдімгі өзіміздің тұзымыз болады. Ас тұзы болады. Ал біз оны тазалап, тұрмыстық адамның өзінің қолданатын ас тұзына қолданамыз. Керемет. Жарайсыңдар, балалар. Так, бағалап өтейін осы жерде. Жақсы. Осы топтың балаларында. Әр қадамды бағалап отырам, балалар. Ас тұзы туралы зерттегеніңді, пазыл қастырғандарыңды, я? Келе ғой. Жылдам. Көмір қалай алынады? Көмір бізде баяғы тамадан шіріген қалдықтардан пайда болады. Оның табиғи құбылыстардан оның олар жер астында пайда болады. Олар қаншалықты тереңдікте орналасса, соншалықты жақсы болады. Көмір ол ашық әдіспен жасалады. Карьер оны өндіру үшін біз жай ғана қолдана салмаймыз. Біз оны таза біріншіде өңдеуге
Шөгінді тобы керемет. Отырамыз. Бағаларымды үлестіріп отырайын. Балалар, енді келесі жұмыс бізде мен қолымда бар мүмкіншілігіме қарай барынша пайдалы қазбаларды әкеп көрсетуге тырыстым. Осы пайдалы қазбалармен жұмыс жасап көрейікші. Кесте беремін. Осы кестеде зерттеу жұмыстарын жасап болсақ, барлығымыз орнымыздан тұрамыз. Бір сүйікті сәтін өткізіп алайықшы, я? Ендігі бастайық. Бізбен бірге қимылдайық. Адамзат тіршілік ететін жер қабығы биосфера. Жерде тұрып секірейік. Ақырын секірейік. Қабығы гидросфера. Балық сияқты суда жүзейік. Жүземіз, белсенді жүземіз. Қалай жүземіз? Бұл ауа қабығы атмосфера. Ауада құс сияқты қалқып ұшайық. Ұшамыз. Жердің қатты қабығы литосфера. Тауға жоғары көтерілейік. Тауға шығамыз. Жақсы отырамыз. Керемет. Балалар, оқулықта ойлан тапсырмасына назар аударыңдаршы. Оқулықта ойлан тапсырмасына қарайықшы, балалар. Бізге табиғатта алтын қандай кезде кездеседі деген тапсырма келіпті ойлануға. Мен видеоролик ұсынып көрейін. Қарайық. Ғасырлар бойы алтын байлық пен дәулеттің нышаны болып келеді және әлемнің барлық елдің стратегиялық қоры болып табылады. бір тоннадан 2 грамм алтын алынады. Дәл осы көлемдегі металды өндіру үшін өте ауқымды жұмыс атқарылады. Кеңес үкіметі кезінде алтын өндіру үлесі соңғы жыл әсерленді. Мұндай құрылымды демек әлем бойынша тек біреу ғана. Осындай кезеңдерден өткеннен кейін ғана алтынды бөлу үдерісі басталады. Ал мына флотациялық машина алтынды және басқа да түрлі түсті металды бөлуге арналған. Гравитациялық үдеріс ауырлық күші негізінде жұмыс істейді. Мұнда тығыздығына және бөлшектеріне байланысты минералдар бос жұмыстан бөлінеді. Түсінікті болу үшін салыстырмалы түрде қарасақ, суға жолға қосылған құм салса, жолға су бетіне қалқышқа, ал құм түбіне шөгеді. Бұл үдеріс де дәл солай жүреді. Соңғы өнім құрамы жөнінен батпаққа ұқсас. Бірақ бұл жай батпақ емес. Оны дүниедегі ең қымбат батпақ деп айтуға болады. Ол өңделгеннен кейін одан дәрі қорытпасы алынады. Оның құрамында 80% алтын, 20% күміс болады. Содан соң ол рафинажды фабрикаға жіберіледі. Онда өнім дайын бағалы металл тұтасына айналады. Жақсы балалар, алтынның жалпы алтын туралы мағлұмат беруге тырыстым. Түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Енді балалар біз жаңа айттық қой, магмалық және шөгінді тау жыныстары бөлінеді деді. Енді мен көрсетіп көрейін эксперимент тәжірибесінде бізде қалай
пайдалы қазбалар жер бетіне шығатындығын көрсетуге тырысып көрейін, иә? Кішкене назар аударамыз, қараймыз. Мынау бізде тау. Керемет. Балалар, дәптерімізге есте сақтарды жылдамдап жазып аламыз. Оқулықтағы сен білесің бе? Назар аударайық. Нұрсұлтан оқи қойшы. Сен білесің бе? Тау жыныстармен минерал деп те атайды. Олар бір-біріне құрамы, қасиет, сыртқы түрі жағынан ерекшеленеді. Минералдар көбінен кристалл тұрады. Кристалл көпжақты, қатты табиғи дене сияқты кездесетін минералдарға алмаз, платина, саф, күміс, гранит жатады. Кең тараған минералды өз өлкемізде жиі кездестіреміз. Олар дала шпасты, кварц, слюда. Жақсы, керемет. Балалар, логикаға назар аударып жазып болсақ. Бүгінгі өткен тақырып бойынша магмалық және шөгінді тау жыныстарының пайдалы қазбаларын тиісті ұяшықтарға орналастыруымыз керек. Осыған қарай білеміз, бүгінгі сабақты оқушы қалай түсіндіріп келе ғой, Рамазан. Кім бүгін белсенді қазба туралы келе сабаққа? Я аттас бізде қай тау жынысына жатады? Нұралы келе ғой. Кім бар бізде? Раяна шықпады, Раяна келе ғой. Жастақ келе ғой. Я болды десіз көмірді алда орналастырды. Жақсы, Раяна. Я келсе Раяна. Жылдам жастық болады, біреуін алады, кестесіз. Я болады, әрине болады. Бір-бірімізді күтеміз, я бір адам ал. Керемет, Аниса келші, жақсы. Келе ғой, түз дұрыс емес, қатесін түзейміз. Түз дұрыс емес, неге? Ол шөгінді тау жынысына жатады. Нұриман, кел Камила. Болады, әрине. Ақтас, дұрыс, шөгіндіге. Жылдам. Аға, келесізге, Ален шық. Кім шықпады? Мен. Жылдам. Газ. Қайсында жатады? Бізде газ магмалық па, шөгінді ма? Шөгінді. Сабақтан қалмау керек қой. Келу керек сабаққа. Кел, Ален. Келеді. Сосын Каусар шықшы, Каусар шықпады бізде. Жақсы. Каусар, платина бізде. Ал енді дұрыс жауаптарын тексеріп көрейік, барлық жауаптарымыз дұрыс емес.
Балалар күмісті неге шөгінді тау жыныстарына қойды? Магмалық қойды. Қателеспейміз. Үй тапсырмасына ал балалар, мен осы жаңа ойынды ойнадым ғой, бізде қате кетті, иә? 3D видеомен осы пайдалы қазбаларды көрсетіп көрейінші сендерге. Қарайшы балалар, ненің суретін көріп тұрмыз? Ажардастар. Я бұл пайдалы қазбалар қайда кездеседі? Суда. Міне, 3D видеоны мен осылай дайындап келдім. Қозап көруге болады, кім көргісі келеді? Я 3D видеоны қозап көруге болады. Я жақсы. Келі ғой, болады әрине. Бізде интернеттің ақаулығына байланысты кеш ашылып жатыр балалар. Бірнеше пайдалы. Бізде бұл не? Алтын бізде қай пайдалы қазба түрінен? Магмаға жатады ма, шөгінге ме? Магмаға жатады, иә? Келесі бізде. Бұл мыс, иә? Бұл қай түріне? Магма шөгінді? Магма. Неліктен? Так, келесісі. Алюминий дұрыс айтасың. Бұл магмалық немесе шөгінді қайсына жатады? Магмалыққа. Бұл бізде темір балалар. Қазір қоңырауда мен осыны қайтадан қосып беремін. Қазір уақыт тапшылығына байланысты тез көрсетіп жатырмын. Айналдырып өздерің көресіздер. 3D видеоны мен сол үшін дайындаған едім. Ал балалар енді бүгінгі сабақтан алған әсерлерімен бөлісе қойыңдаршы, кері байланыс бере қойыңдаршы маған. Бүгінгі сабақ ұнаса өте жақсы түсіндім, немесе жақсы түсіндім. Келеміз. Немесе әдеттер іздену керек. Тұрған астынан басамыз. Я, тоқтай күтеміз. Аха, өте жақсы түсіндім. Жарайсың, басып отыра аламыз. Я, керемет. Жақсы түсінгендер бар ма? Жақсы түсінгендер баса қоямыз. Жақсы түсінсек. Отыра ғой. Бізде балалармен ұлттық құндылықты киіз үйді алған едім репетицияға өтіп. Бұл бізде біздің домбырамыз шығады. Жақсы түсіндімді басқан кезде бізде асық шығады. Әлі де бізде қалай пайда болады? Түсініп оқимыз. Пайдалы қазбалардың маңызы туралы анықтама жазып келеміз. Бүгінгі сабақ ұнады деген ойдамын. Осы жерде жинаған ойларымды қазір сабақ соңында жинауға қоямын.